Басты рөлдерде шал Арнұр, кемпір Айлиша, бауырсақ Аңсар, қоян Айдай, қасқыр Айлиша, аю Арнұр, түлкі Айзере. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Екеуі телевизор көріп отырыпты. Бір кезде шалдың бауырсақ жегісі келіпті. Сөйтіп кемпіріне былай депті: Ей кемпір, Бізден бері бауырсақ пісірмей жүрсің. Маған бауырсақ пісіріп берші. Қойшы ерткен шал, мен қазір сериям басталады. Тұр, пісір дегенді пісірсеш, сериалың құрсын. Қойшы, 80-ге келгенде бауырсақ пісіріп жүрейін енді сол. Пісір, ештеңе қылмайды. Келінде жоқ бауырсақ пісіретін. Бір бауырсақ жеп алып, қарым тоятын болды. Сонымен кемпір кухняға келіп, шалының заказын орындайын деп, қамыр илей бастайды. Газдың үстіне сковородканы қойып, майды қыздырып қояды дағыны, бауырсақты жая бастайды. Бауырсақты дөп-дөңгелек етіп, әдемі етіп жайып болып, қызып тұрған майға бауырсақты пісіріп алады. Бауырсағым әдемі болып пісті. Мен ыстықтай шалға барбеймін. Ей шал, мен сенің заказыңды орындадым. Ыстықтай жеп ал. Ыстықтай жеп ал. Жақсы болды ғой. Ойбайын ыстық қой. Бар суыт қойса, қолымды күйдірейін деп едім. Суытуды әкемейсің бе әдеміліп? Суығын апарсам ыстық дейді, ыстығын апарсам суық дейді. Қой терезенің алдына суыт қой. Иісі мұрын жарады өзі. Как пахнет. Сөйтіп бауырсақ терезенің алдында суып тұрады да, бауырсаққа бір кезде жан бітеді. Ой, мен қайдамын? Атамнан қашып, апамнан қаштым. Деп бауырсақ үйден қашып кетеді. Ой, бауырсағым суыған шығар. Ой, мына жердегі бауырсағым қаға кеткен. Ой, шалма енді не деп айтам? Ой, қайда кеткен мынау бауырсаққа, жан бітті ма? Енді не істеймін, шалма не айтам? Апамнан қаштым, апамнан қаштым, атамнан қаштым, апамнан қаштым. Осылай әндетіп келе жатқанда алдынан қоян шығады. Папа, жетейін. Мен саған үйреніп келем. Атамнан қаштым, апамнан қаштым. Енді сенен қашып кетем. Тата, папа, бәрінен қашып кеттім. Бір кезде алдынан қасқыр шығады. Бауырсақпын. Сені жеймін. Несі? Мен саған үйреніп келем. Апамнан қаштым, атамнан қаштым, қояннан қаштым. Енді сенен қашып кетем. Ай, тоқта! Жеймін қашып. Мәз боп келе жатқан бауырсақтың алдынан аю шығады. Мен бауырсақпын.
Менің қарным ашып тұрған еді. Енді қарным тоятым қалды. Жеймін. Аю мені жинеші. Саған өлең ат беремін. Тондағы өлеңді. Апамнан қастым, атамнан қастым, қояннан қастым, қасқырдан қастым. Я сенен қас кетем. Тоқта. Мен сені жеймін. Бәрінен қас кеттім. Бір тәтті күшті ит шығып жатыр. Бұл кім екен? Бауырсақпын. Бауырсақсың ба? Мен сені жеймін онда. Сені жейеші. Саған өлең ат беремін. Анан қастым, атамнан қастым, қояннан қастым, қасқырдан қастым. Мен сені естіген жоқпын. Мұрным үстіме тұрып айтшы. Атамнан қастым, апамнан қастым, қояннан қастым, аюдан қастым. Қас кетем. Мені жемайсың. Өлеңің күшті екен. Тағы айт берші. Басқа мені жемайсың. Қас кетем. Ертегіде жеп қояды ғой түлкі бауырсақты. Пока мен кеттім. Бауырсақ түлкіден де қашып кетеді. Ертегіде түлкі бауырсақты жеп қоятын сияқты еді ғой. Түлкі ойланып, бауырсақтан айырылып қала береді. Бұл кезде кемпір болған жайды шалына айтып, жылап отырады. Қаптың түбіндегі соңғы мен бауырсақ істеген едім, ол да қашып кетті. Ештеңке етпес енді. Біреу ұрлап жеп кеткен сияқты ғой. Бізге бұйырмаған екен бауырсақ. Мен пенсиямды алғанда бір қап ұн әкеп беремін, соны ой пісіресің. Жарайды шалым, бірақ осы бауырсақты қимаймын. Ата, әже мен келдім. Ой, бұл кім? Ата, мен бауырсақпын. Бауырсақ! Кетті. Кемпір мен шал бауырсақты көріп қуанып кетеді. Сен қайда болдың? Бауырсақ қайда қалдың? Мен қояндан қастым, қасқырдан, аюдан, түлкіден. Түлкіден қас кеттім. Сосын сендерге келдім. Ой, молодец! Осылайша бауырсақ ертегісі қуанышты аяқталады. Кемпір мен шал да мәз, бауырсақ та мәз. Достар, біздің ертегіміз сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Ал кемпірдің пісірген ыстық бауырсағын ертегіден соң барлығы таласып, тармасып жеп алды. Осымен ертегіміз аяқталды. Сау болыңыздар, достар.